Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, құрметті бауырлар. Бүгін бізде соңғы 23-ші дәріс. Ад-дарсу ат-талису вал-ишруна. 23-ші сабақ. Ал-мударрису Ахмаду. Ахмедпен жалпы оқытушымен оқушылардың арасындағы диалог. Оқушы сұрайды: "Ман анта я ахи?" Сен кімсің я бауырым? Ахмед жауап береді: оқушы: "Ана талибун жадидун." Мен жаңадан келген оқушымын. "Масмука?" Есімің кім? "Исми Ахмаду." Менің есімім Ахмед. "Мин айна анта?" Сен қай жақтансың? "Ана мин Пакистана." Мен Пакистаннанмын. Бұл мамну мин ас-сарфна сөз. Мысалға, "Ана мин аль-Ябани" деп айтатын болсақ, "Ана мин аль-Ябани" деп айтатын болсақ, кәсіра болады. "Ана мин Пакистана" бұл мамну мин ас-сарф. Алдыңғы дәрісте өткен. Сол себепті "Ана мин Пакистана" мамну мин ас-сарф фатхалы болады. "Инди саб'ату дафатира." Бұл да мамну мин ас-сарф. "Масаджида" деген секілді. Менде 7 дәптерім бар. "Лиман хия?" Олар кімдікі? Менде 7 дәптер бар. Олар кімдікі? Яғни оқытушыға мүмкін алдыңғы сабақта оқушылар дәптерлерін жинап өткізген. Кейін оқытушы келіп сұрап жатыр: "Міне менде қолымда қазір 7 дәптер бар. Бұлар кімдікі?" Аббас айтады: "Хати я устазу." Әкеліңіз, я ұстаз. "Хаза ли" бұл менікі. "Ва хаза ли Мухаммадин" бұл Мұхаммедтікі. "Ва хаза ли Хамидин" бұл Хамидтікі. "Ва хаза ли Ибрахима" бұл Ибрахимдікі. "Ва хаза ли Усмана" бұл Османдікі. "Ва хаза ли Юсуфа" бұл Юсуфтікі. "Ва хаза ли Талхата" бұл Талғаттікі. Енді оқытушы сұрайды: "Ахада китабука я Мухаммаду?" Бұл сенің кітабың ба я Мұхаммед? "Ла хаза китабу Хамзата." Жоқ, бұл Хамзаның кітабы. Мудаф мудаф илейх. Бізде негізі мудаф мудаф илейх болған кезде қалай болады? Мысалға, китабу Мухаммадин дейміз, мудаф мудаф илейх. Бірінші сөз дамма, екінші сөз танвин касра. Ал мамну мин ас-сарфта китабу Хамзата. Китабу Хамзатин деп айтпайсыз, бұл мамну мин ас-сарф. Касра болу керек болған жерде бұл фатха болады. "Айна Алиюн я ихвану?" Али қайда, ей бауырлар? "Фахаба иля Рияды." Ол Иртиятқа кетті. "Ва айна Яқубу?" Яқуб Жақып қайда? "Фахаба иля Макката." Ол Меккеге кетті. "Айна Исхақу?" Исхақ қайда? "Хараджа" шығып кетті. "Мата хараджа" қашан шығып кетті? "Хараджа қабла 5 дақайқа." Ол 5 минут бұрын шығып кетті дейді. Тамарин жаттығулар. Бірінші жаттығу: "Тааммалил амфилатал атия." Келесі мысалдарды зертте. "Мухаммадун" Мұхаммедке қараймыз. Бұл сөз қалай жіктеледі? Алдында харф жар келетін болса, немесе мудаф илейх болатын болса, бұл кәдімгідей танвин касраны қабылдай алады. "Мин Мухаммадин иля Мухаммадин." Мұхаммедтен. Шығыс септігі иля Мухаммадин. Барыс септігі ли Мухаммадин. Мұхаммедтікі. "Китабу Мухаммадин" Мұхаммедтің кітабы. Әлік септігі деген секілді. "Зайнабу." Ал еді мамну мин ас-сарф қалай жіктеледі? Ол тек қана фатха. "Мин Зайнаба." Негізі "Мин Зайнабин" болу керек. Дұрыс сөз болатын болса, бұл бірақ мамну мин ас-сарф. Толық жіктелмейді. "Иля Зайнаба." Зейнепке. "Ли Зайнаба." Зейнептікі. "Китабу Зайнаба." Зейнептің кітабы. "Иқра уактуб." Оқы және жаз. Мына сөйлемдерді видеоны пауза басып оқып жазып аударып шығасыз. Кейін әр сөйлемді видеоны қосып тексересіз. "Хазал китабу ли Мухаммадин ва залика ли Зайнаба." Мына кітап Мұхаммедтікі, ал анау Зейнептікі. "Захаба Халидун иля Ахмада." Халид Ахмедке кетті. "Захаба аби иля Макката ва захаба амми иля Джуддата." Менің әкем Меккеге кетті, ал көкем Джиддаға кетті. "Ухту Марвана маридатун." Марванның жаңа қарындасы науқас, сырқат, ауырып жатыр. "Айна заужу Хадиджата." Хадижаның күйеуі қайда? "Хуа фи Лондона." Ол Лондонда. Лондонин емес. "Сайярату Хамидин жадидатун ва сайярату Ибрахима қадиматун." Ибрахимин емес, бұл мамну мин ас-сарф. Хамидтің көлігі жаңа, ал Ибрахимнің көлігі ескі. "Байту Халидин кабирун ва байту Усамата сагирун." Халидтің үйі үлкен, ал Усаманың үйі кішкентай. "Айна захаба абука?" Абуки.
өйткені әйел адамға, иә, обращение. Айна захаба абуки я Лейла. Ей Лейла, әкең қайда кетті? Захаба иля Бағдада. Ол Бағдадқа кетті. Фи Истанбула масаджиду кафиратун. Стамбулда көптеген мешіттер бар. Инди хамсату мафатиха. Менде 5 кілт бар. Ал-Каъбату фи Макката. Қағба Меккеде. Фи хаза шарии 3 مساجد. Мына көшеде 3 мешіт бар. هذا الطبيب اسمه ويليام وهو من لندن وذلك اسمه لويس لويسو وهو من باريس. Мына дәрігер, оның есімі Уильям, ол Лондоннан, ал анау оның есімі Луис, ол Парижден, және ол Парижден. Сайярати лаунуха ахдару. Менің көлігім оның түсі жасыл. Инди қаламун ахмару. Менде қызыл қалам бар. Ал-байтул абияду белый дом, ақ үй. Фи Вашингтона. Нақта фатха болу керек. Қате кетіп қалған. Белый дом қай жақта? Вашингтонда. Захаба Ахмаду иля Мухаммадин. Ахмед Мухаммедке кетті. Захаба Мухаммадин иля Ахмада. Мухаммед Ахмедке кетті. Мана қараңыздар. Захаба Мухаммадун. Негізі танвин дамма. Мына жақта бірақ Захаба Ахмаду жай ғана дамма, өйткені мамну мина сарф. Мына жақта иля Мухаммадин танвин касра. Мына жақта иля Ахмада мамну мина сарф. Фатха болады. أنت من مكة سن مكة سنبه لا أنا من الطائف جاك من طائفتان. أخت فاطمة طالبة. فاطمة سنجلسة نفس أبكسة ستودنت قص. شجرة اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. كليس سوزير وقا جاني ولدا صنغ خارج الترمين جازب شختيلة. آمنة من آمنة لأحمد أحمد. عثمان من باكستان باكستان. لخديجة لندن إلى بغداد اسطنبول. مكة في مكة. جدة مساجد في مدارس. يعقوب لإسحاق. معاوية من معاوية لعائشة. عائشة محمد تنوين دم سببه ممنوع من الصرف مس طول من جكتلده سبتك شغل. خالد من عباس. نعمان حامد. اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. دل صلاة اشتنون غادين جازب شوغر كين نو سوزير سنق شوغرك. 3 مساجد. مثال بس 3 كتب دب تنوين كسر ميتامس براق ناسوز ممنوع من الصرف والانطان كوب شترو بس 3 مساجد. 4 فنادق. 5 مناديل. 6 مفاتيح. 7 أصدقاء. 8 زملاء. 9 كراسي. نجحت مدرسة. biz ол сөз тамарбута аяқталған себепті 10 дейміз. Санды ертеңін айтамыз. 10 мадариса. Сосын қайтадан 3 дақаиқа тамарбута жекешесі әйел тегінде, сол себепті сан ертеңде болады. Қарамақшы болу керек. 3 дақаиқа. Осымен мединалық курстың толық бірінші томы аяқталды. Келесі дәрістерді күтіңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.